Келесі айтым түсінікті болса, ең басты мәзірге көшейік, яғни бұл жерде бастапқы мәзір. Бірінші кнопка ол проекттің информациясы. Келесі кнопка, яғни біздің транспорт барды рейперден алып тастау, уақытша сөндіру немесе қайта қосу. Үстінен сол жақ батырмамен бір рет басамыз, біздің транспорт банар уақытша жоғалады. Қайта басатын болсақ, транспорт бар қалпына қайта келеді. Келесі бізде метроном. Дәл қазір метроном қосылып тұр. Ал егер сол жақ кнопкасын басатын болсақ, өшірулі. Қайтадан қосайық. Бізде метроном дауыс жоқ. Ол үшін клавиатурадан C кнопкасын басамыз, яғни S. Қайтадан Private Play. Метрономның настройкасына кіру үшін оң жақ кнопкасын басамыз. Метрономның настройкасына кіргеннен кейін бұл жерде Enable метроном, яғни метрономды сөндіріп немесе қосуға болады. Және де әрбір шығып тұрған акценттерге өзінше бір дауыстың қаттылығын немесе жай шығуына себепкер болуға болады. Ол үшін, мысалы, Primary Bit тыңдаймыз. Келесі Secondary Gain. Келесі бұл жерде метроном sound. Өздеріңізге ыңғайлы дыбысты қоюға болады, яғни метрономның звугын өзгертуге болады. Мысалы, Primary Bit Sample'ге қалаған бочкаңызды қойсаңыз болады, немесе екінші Secondary Bit'ке head немесе snare қойсаңыз болады. Бұл жай ғана метрономның дауысын өзгертеді. Келесі бізде Pre-roll. Менде әрқашан бірақ галочка тұр. Start Pre-roll at start of measure. Яғни бұл белгіленген бірінші тактен бастап метроном жүзеге асырылады. Ал егер біз Pre-roll before playback қоятын болсақ, яғни біздің бірінші тактен play бассақ, соған шейін тағы да санақ жүреді 4 рет. 1, 2, 3, 4. Қайтадан метроном настройкасына кірейік. Алып тастаймыз. Және дәл сол сияқты Pre-roll before recording басатын болсақ, егер біз клавиатурадағы жұлдыз шама немесе звездочканы басатын болсақ, біздің бірінші такке шейін 4 рет санақ жүреді. 2, 3, 4. Содан кейін бастап запись жасалады. Метрономды осы жаққа бармай-ақ өшіру үшін клавиатурадан C кнопкасын басамыз. S. Келесі бізде автоматизация, envelope on және envelope off. Егер біз мысалға трек панелден автоматизацияға кірейік, автоматизацияға кіргеннен кейін мысалға volume таңдаймыз. Бұл аудиодорожканың қатты немесе жай шығуына жауап береді. Бұны іске қосу үшін Ctrl-ды басып, мышканың сол жақ батырмасынан әртүрлі жерге нүкте салуымызға болады. Және сол нүкте арқылы дыбыстың қатты шығуын немесе жай шығуына себепкер боламыз. Ал егер сізге осы автоматизация жұмыс барысында кедергі жасайтын болса, яғни envelope on кнопкасында envelope off-қа ауыстырамыз. Жабылады. Және қайтадан сол автоматизацияны көру үшін envelope on-ға апарамыз. Автоматизация шығады. Егер автоматизацияны сөндіретін болсақ, ол кезде волюмның қасында кнопкаға барамыз, сөндіреміз. Ал егер қайтадан іске қосатын болсақ, қайта қосамыз. Ал егер сізге автоматизация мүлдем керек емес болса, trimге барамыз және волюмды алып тастаймыз. Келесі кнопка ол бізде сетка. Сетканың сол жақ батырмасын басамыз. Егер сіз метрономды ашатын болсаңыз, ол кезде оң жақ батырмасын басамыз. Сөндіріп қосатын болсақ, сол жақ батырмасымен сөндіріп қосамыз. Ал енді сеткеге мән берейік. Бұл жерде бізде 16-лық сетка көрсетілген. Және осы жерден ауыстыруға болады. Бірде 4-лік, бірде 2-лік, немесе бірде 128-лік. Қалаған вариантыңыз уақытша бірде 16-ға қоя тұрайық. Және де сетканы мүлдем алып тастауға болады. Show grid line spacing. Егер галочканы алып тастайтын болсақ, біздің сеткіміз кетіп қалады. Бұл не үшін керек? Егер сіз кино продакшнда жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе дикторске дауыстар жазатын болсаңыз, бұл өте ыңғайлы. Өйткені оның сеткеге қатысы жоқ. Келесі enable snapping бар. Enable snapping дегеніміз, мысалға, айтымды егер біз орнынан қозғалтатын болсақ, ол сетка арқылы ғана қозғалып тұр. Ал егер біз enable snappingті өсіретін болсақ, ол айтым сеткасыз қозғалады. Бағанада айтып өткендей,
Shift-ті ұстап, мышканың сол жақ батырмасын сеткісіз қозғалтуға болады. Яғни, сеткінің настройкасына кірмей-ақ. Қайтадан Enable Snapping-ті басамыз. Келесі бізде, мысалға, көптеген дорожкалар ашайық. Егер біздің барлық дорожкамызде Arm Record қосылып тұрса, келесі кнопка, яғни бүкіл біздің тректегі Arm Record кнопкаларын өшіреді. Керек емес екі дорожканы өшіру үшін бір дорожканы белгілейміз. Shift-ті ұстай отыра мышканың сол жағымен басамыз да, оң жағына Remove Tracks-ті басамыз. Дәл сол сияқты мысалы Arm Record бізде қосылып тұрса, немесе осы жерден өшіруге болады, немесе бастапқы мәзірден де өшіруге болады. Каналдарға mute қойғыңыз келсе, бірінші каналды басамыз, трек панелді, соңғы трек панелға апарамыз да, белгілейміз мышканың сол жақ кнопкасын баса отырып. Және де барлық каналға mute жасауға болады, бірде отырып. Барлық mute-ті алып тастау үшін мышканың сол жақ кнопкасын баса отыра қозғалтамыз, немесе жоғарғы мәзірдегі бүкіл unmute кнопкасын басамыз. Яғни барлығы unmute-қа келіп соғады. Дәл сол сияқты соло, бүкіл тректі соло тыңдауға болады. Немесе кейбір тректерді ғана соло тыңдап, барлық солоны unsolo all tracks кнопкасын басамыз. Келесі кнопка біздің барлық айтемдерді трек панелді кішірейтеді. Барынша. Келесі бізде silence кнопкасы. Silence кнопкасын ашу үшін қалаған бір айтемді белгілеп алайық. Сонымен silence кнопкасын басамыз. Бұл жерде біз after trim split items терезесі шығады. Бұл дегеніміз не? Яғни бұл жерде көптеген настройкалар бар, бірақ барлығын қолданбаймыз. Өйткені мен барлық керек настройкаларды қондырып қойғам. Мысалға, бізде көріп отырғандарыңыздай айтемнің кейбір бөліктері бос, бірақ біздің системамыз, процессорымыз айтемнің бос жерлеріне мән бермейді. Ол жерде бірдеңе бар деп процессорге керісінше ауыр салмақ түсіретін боламыз. Сондықтан кейбір заттарды алып тастау үшін бос жерлерді, мысалға мен threshold -90 децибел. Яғни біз -90 децибелден жоғарғы звуктардың бәрін өшірмейміз. Керісінше -90 децибелден төменгі звуктардың барлығын өшіретін боламыз. Процессті басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, керек емес бос жерлердің барлығы автоматтық түрде өшті. Бұны тек қана біртіндеп отырып қана істемей, барлық айтемді белгілеп алып істеуге де болады. Мысалға 4 айтемді таңдап алайық. Мышканың оң жақ кнопкасымен баса отыра, белгілеп алдық. Және split items-қа кіреміз. -90-ды таңдадық па? Процесс кнопкасын басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, керек емес бос жерлердің барлығы автоматикалық түрде өшірілді. Бұл өте ыңғайлы және тез жол. Және сонымен қатар -90 емес, өзіңізге ыңғайлы децибелді таңдап алуыңызға болады. Тек қана таңдаған децибеліңізден төменгі волналар болмау керек. Мысалға сіз -40 децибел таңдайтын болсаңыз, осы волна -40 децибелден төмен болмау керек.